Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызда қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік, Ерболат Әбікенұлы пәтер іздеп жүр едік әңгімесі деп аталатын бірінші бөлімді қорытындылаймыз. Бүгін бізде осы бірінші бөлімнің 14-ші сабағы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты кәсіби мәтін құрауда лексика-грамматикалық амонимдерді ажырата танып, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану. Сабақтың мақсатына сәйкес бағалау критерийі: лексика-грамматикалық амонимдерді ажырату, лексика-грамматикалық амонимдерді кәсіби бағытта жазбаша мәтін құрауда қолдану. Сабақты лексика-грамматикалық амонимдерді еске түсірумен бастайық. Назар аударыңыз. Лексика-грамматикалық амонимдер дегеніміз не? Анықтамасын есімізге түсірейік, ережеге көңіл бөлейік. Лексика-грамматикалық амонимдер әртүрлі сөз табына қатысты болады. Түбір тұлғасында амоним болады да, қалған уақытта әр сөз өзіне тән тұлғаларда түрленіп, өзгере береді. Грамматикалық амонимдердің ережесін есімізге түсірдік. Енді оны мысалдармен пысықтау мақсатында төмендегі тапсырмаға назар салыңыз. Бірінші тапсырма: берілген грамматикалық амонимдердің мағыналарын сәйкестендір. Оқушылар, сіздердің назарларыңызға кесте ұсынылады. Бірінші кестеде мағынасы, екінші кестеде грамматикалық амонимдер. Қарсылық мәнді шылау және етістік болатын. Бұл бізде қандай грамматикалық амоним? Екінші, сан есім бола білетін және адамның бет әлпеті мағынасын деген мағынаны беретін қандай грамматикалық амонимді білеміз? Үшінші, ұлттық аспапта ойналатын әуен мағынасын беретін немесе адамның тұрмыс жағдайын мағынасын беретін бұл қандай амоним? Төртінші, бірде етістіктің мағынасын берсе, екіншіде әлеуметтік топ бола алатын бұл қандай амоним? Бесінші, адамның жас мөлшерін білдіретін жалпы жас ерекшелігінің атауы болатын бұл қандай амоним? Алтыншы, бірде жалғаулық шылау рөлінде, бірде жіктеу есімдігі болатын бұл қандай грамматикалық амоним? Және жетінші, адамның араласатын достары мағынасын беретін және әлеуметтік топ атауы болатын бұл қандай грамматикалық амоним деп ойлайсыздар? Егерде тапсырманы орындап болсаңыз, енді тексеру бөліміне көшейік, дұрыс жауабына көңіл бөліңіз. Бірінші, қарсылық мәнді шылау немесе етістік болатын бұл бізде ал грамматикалық амонимі. Сан есім адамның бет әлпеті мағынасын беретін бұл жүз грамматикалық амонимі. Ұлттық аспапта ойналатын әуен немесе адамның тұрмыс жағдайы болатын амоним бұл күй амонимі. Төртінші, етістік және әлеуметтік топ болатын бұл тап амонимі. Адамның жас мөлшері, жас ерекшелігі болатын бұл жас амонимі. Бірде жалғаулық шылау, бірде жіктеу есімдігінің мағынасын беретін мен грамматикалық амонимі. Адамның араласатын достары немесе әлеуметтік топ мағынасын беретін бұл орта грамматикалық амонимі. Оқушылар, сіздер алдыңғы сабақтарда әлеуметтану ғылымы, қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы, халықтың тұрмыс жағдайына қарай топқа жіктелетіні туралы мәлімет алдыңыздар. Жоғарыда берілген грамматикалық амонимдермен қатар осы тақырыптар төңірегінде сөз болған сөздер мен сөз тіркестеріне тағы да зер салыңыз. Әлеуметтану ғылымы. Наука о социологии. Әлеуметтік құрылым. Социальная структура. Нарықтық экономика жағдайында. В положении рыночной экономики. Ауқатты. Богатый. Дәулеті орташа. Человек со средним зажиточным минимумом. Кедей. Бедный. Біліктілік және кәсіби дағдылары. Квалификационные профессиональные навыки. Әлеуметтану кәсіптері.
Профессии, связанные с наукой социология. Кәсіпкер, предприниматель, банкир, банк қожайыны, ресторатор, мейрамхана қожайыны. Сонымен балалар, біздің алға қойған мақсатымызға жету үшін кәсіби мәтін құруға дайындығымызды пысықтау үшін алдымен берілген сауалдарға ауызша жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында Қазақстанның әлеуметтік құрылымында қандай өзгерістер пайда болды? Екінші сұрақ. Тәуелсіздік алғалы республиканың әлеуметтік құрылымында жаңа таптар, топтар пайда болды деген пікір бар. Келісесің бе? Үшінші сұрақ. Олар кімдер деп ойлайсың? Төртінші сұрақ. Әлеуметтік топтардың арасындағы алшақтықты жою мүмкін бе? Қалай? Мәтін құрауда көмектесетін грамматикалық амонимдер тізбегіне назар аударыңыздар. Олар ал, тағы, көз, күй, орта, би, біз, ой. Құрметті оқушылар, келесі кезекте сіздердің назарларыңызға тақырыптық суреттер ұсынылады. Осы суреттерге де көңіл бөле отырыңыздар. Балалар, біз міне бүгін ауқымды қазіргі заманда үлкен мәселеге айналып отырған әлеуметтік теңсіздік тақырыбы бойынша бөлімді аяқтап отырмыз. Әлеуметтік теңсіздік бұл адамдардың өмірлік мүмкіндіктерінің теңсіздігі, яғни олардың әлеуметтік игіліктерге, байлыққа, билікке, білімге, беделге және тағы басқа шектеулі ресурстарға тең қол жеткізбеуі. Енді оқушылар өз беттеріңізбен орындауға тапсырма алыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына сәйкес берілген грамматикалық амонимдерді меңгерген сөздер мен сөз тіркестерін орынды қолдана отырып, кәсіби бағытта мәтін құрау. Ұсынылған сөздердің мағынасына зер салыңыздар. Ойларыңызды жинақтап, өздеріңіздің осал еместіктеріңізді бір дәлелдеп жіберіңіздер. Тақырып ауқатты мен кедей, кәсіпкер мен жұмыссыз. Тапсырмаға ұсынылатын дескриптор. Білім алушы меңгерген сөздер мен сөз тіркестерін қолданып мәтін құрайды. Мәтінде грамматикалық амонимдерді дұрыс және орынды қолданады. Мәтінде 120-150 сөз көлемін сақтайды, грамматикалық және пунктуациялық нормаға сай жазады. Сабағымыз аяқтала келді. Төменде кестеде берілген сұрақтарға жауап бере отырып, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен бөлісіңіз. Нені пысықтадым? Не үйрендім? Не ұнады? Жақсы, оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау, саламатты болыңыздар.